Сіздер, міне мен қазір тіл басқармасына келіп отырмын акиматқа. Бақыт Әбиюрұлы деген сондай керемет атымен қазақ тіл бөлімінде қызметкерлерімен сол кісінің басшылығымен істеп жатқан ұйымға келіп отырмын. Осындай Нұр Отан партияның бастаған керемет шарасын жалғастырып, біз қазақтар болып өрлетіп, домалатып, қарқындатып, осы қазақ тілдің жандандыруына, бүгін қуғын сүргіндердің құрбан болған күндеріне тағзым ету ретінде осы тілді жандандыру сол кісілердің алдында біздің парызымыз. Сондықтан сіздер осы еңбек істеп отырсыздар, осындай значоктарды міне ел арасына мен болып келіп отырмын сіздерге. Орысша білмейтінім жақсы болды. Қазақтар сіздерді қолдайды, еңбектеріңізге жеміс сыйлаймыз. Сізге де. Иә, осындай значоктарды сіздерге үлестіріп келіңіздер. Мына жерге келіп официально. Иә, осындай значокты міне. Қазақ қоғамы келіп, қазақ елінен енді қазақтың анасы деп қабылдаңыздар. Ана тілі ғой бұл енді. Жақсы. Қолдаңыздар. Тамаша. Иә, келіңіздер. Ана значоктар тағы беріңізші. Аға, сіз келіңіз. Міне. Ақсақал келіңіз. Иә. Осы значокты жақсы ары қарай таратыңыздар, заказ беріңіздер. Басқа түрмен заказ бересіз ба? Осы түрмен заказ бересіз ба? Алматыда екі-ақ жерде ғана жасайды екен. Есі әдемі емес, жазу шрифті. Қазақ тіл, мына бізде значок жасауға сіздер енді мастерсіздер ғой. Үш жерде значок жасайтын жер бар екен. Ана жерден бере сал значоктарды. Кел әншер, кел ау. Аға, рахмет, өстіп жұмыстарыңыз. Айтыңыз. Орысша білмейді. Кел міне жерге. Енді мен қазір... Қазір. Тамаша, міне. Осы значокты ел алдында тағып жүрсеңіздер де елге де тағады. Өйткені... Жүріп жатыр ол записі? Жүріп жатыр, иә. Өйткені біз енді қазақтар електегішпіз ғой, сол жақсылықтыға електесін. Сіздер енді ел алдында жүрген басқарма шығайық коридорға қазір өстіп, акимат бір аралап шығайық. Общий клубқа түсіп, инстаграмға салып қояды. Иә, болады, аға. Келіңдер онда общий түсеміз. Ана қайғылы қызыңызға тағы жеріміз. Келіңіз, келе ғой. Өз болыңыз. Енді қызмет бастап атқан қыз біздің басқармада. Жаңадан келіп, енді. Міне. Тұсау кесер саған, как раз. Осыны ары қарай жалғастырып. Тұсауын кесір. Жақсы. Көрді? Ол акция болғанда ол қай уақыт айтып жалғаса. Тоқтатпайық деп отыр ғой. Осыны тоқтатпай ағылай, өткендетіп, сөйтіп жіберіңіздер. Бұл акция деп айтпайық, өмір бақи деп айтпайық. Жоқ, бұл енді акция болып отыр, Нұр Отан партияның акциясы. Өйткені сіздер, мен бірінші күні кездескенім, орыстар бірден националистсің деп шыға келді. Мен айттым, бұл Нұр Отан партияның акциясы. Осы үрдісті жалғастырып, ел арасында өстіп үндемей ғана. Мына жаққа қарайық. Мына жаққа да қарайық. 1, 2. Керемет. 3. Акцияның басталғанын біз баспасөзден естігенбіз, бірақ бүгін міне сіз соны қолдап, ары қарай біздің басқармаға арнайы келіп отырғаныңызға үлкен рахметімді айтқым келеді. Жалпы жаңа тілді ол қоғамдық, кез келген қоғамдық ұйымдарда, кез келген қоғамдық орындарда, кез келген жаңағы намысы бар қазақ сөйлесе, ол ары қарай жалғасады. Маған бір 2 күннің алдында бір апай звондады. Мен арнайы сізге айтайын деп отырмын. Зәуреш Халилқызы деген кісі екен, пенсияға шығыпты. Айналайын, мен мына қазақ тілін тегін оқытып берейін. Мен бәленбай жыл мұғалім болған, стажым жетеді. Тегін ешқандай мен ақша алмаймын, бірақ мүмкіндігінше жаңағы неге сенбі, жексенбі күндері болса, мен ешқандай уақытысын өздерің белгілесіңдер, немесе сол кісілерге мысалға жаңа телефоны 8777 550 0536 деген телефон екен, үйінікі 264 4319 үйін телефон. Осы телефонмен хабарласса, кез келген адамды мен тегін оқытып беруге дайырмын дейді. Міне осындай патриоттар арамызда, ол кісі зейнетке шықса да сондай жаңағы өзінің шынайы ықыласын білдіріп отыр.
Енді мынау сіздер мынандай жаңағы қолдау көрсетіп жатқанда біз бұған толығымен осыны ары қарай жалғастырамыз деп сенеміз. Негізі орта керек. Қазақи сөйлеген орта керек. Осы ортаны қалыптастырайық. Қалғандары сол ортада бәрібір ортаның амалдарын, әдісін қолдайды. Жақсы, сау болыңыздар. Қазақта қуыс үйден құр шықпа деген сөз бар. Біздің тіл басқармасының бір кезде шығарған несі, мультфильмдері қазақша. Балаларға қазақша тіл үйрену үшін арналған. Мына жерде мына қараңыз, қозы көрпеш, баян сұлуымыз, қыз жібегіңіз, содан кейін алпамыс пенен қобыланды, қамбар, ертарғын, ертөстік бәрі бар. Немерелеріңізге қазақша сөйлетіп, көрсетіп, мінекей. Рахмет. Анау алпамыс жырын жаттау жөнінде не басталды? Байқау басталды. Ертең күзде өткіземіз. Қазір жарияладық. Жазымен балалар жаттайды. 4700 жол алпамысты жаттау керек. 4700 жолдан тұратын жырды сайтқа бәріне салдық. Содан кейін соны жаттап келеді дағыны 1000 бала қатысып, күзде сол 1000 баланың ішінен шыққан бірінші орын алған бала 1,5 миллион теңге алатын болды. Тамаша. Құда қаласа. Соны бастап, соңынан